Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мынандай өзімнің ең сүйікті салатым фунчоза салатымен бөліскім келіп тұр. Рецептісімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз етімізді соломка қылдырып турап, қызып тұрған майға әбден қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін етімізді оның үстіне бір жуамызды салып, оны да бірге қуыратын боламыз. Және осының үстіне болгар бушын саламыз. Мен әдейі екі түрінен қостым, қызыл жасыл түрінен. Сіздер біреу қоссаңыздар да болады. Осының үстіне тұз және приправасын салатын боламыз. Фунчозаның арнайы приправасын. Бәрін жақсылап араластырып, бір сәбізімізді қосып араластырамыз. Мен фунчоза лапшасын ыстық қайнаған суға 15 минутқа бұқтырып алған болатынмын. Және дайын тұрған лапшамызды осының үстіне саламыз. Жақсылап араластырып, және соевый соус қосамыз. Осының барын жақсылап араластырып, газымызды өшіреміз. Жақсылап араластырғаннан кейін осындай көк шөптерден қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Бізде бүгін осымен фунчоза салаты дайын. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Ас болсын.